алкогольді ішіп баняға түсуге мүлде болмайды. Скорыйдағы жағдай 50 жасар ер адам шақырған баняға. Қарап тексеру барысында инфаркттың белгілері электрокардиограммада көрініп тұр. Баняға түскен алкоголь ішімдіктерді қабылдаған, осын жағдай күрт нашарлап, скорыйды шақырып тұр. Көпшілік адамдар түсіне білу керек, алкогольді баняда ішкен кезде не болады? Біріншіден қан тамырларына әсер етеді. Моншада ыстық су әсерінен жалпы қан тамырлар кеңейеді, ал алкоголь одан самайын қан тамырларын кеңейтеді. Бұл нәтижесінде қан айналымында шамадан тыс жүктеме болады. Нәтижесінде қан тамыры күрт төмендеу немесе жоғарылауы болған салдарынан инсультқа немесе инфарктқа алып келеді. Екіншіден қанның қоюлануы. Адам жалпы моншаға түскен кезде жалпы денедегі сұйықтықтар сыртқа шығады, қан қоюланады. Алкоголь жалпы қанның қоюлануына ары қарай ықпал етеді. Бұл қан айналымында бұзылыстарға алып келеді. Ишемиялық инсульт болады немесе инфаркттың белгілері пайда болады. Сол үшін де жалпы мүмкіндігінше алкогольді мүлде ішпеген дұрыс. Ал осындай баняға барып алкогольді ішудің соңы тіпті адамның өліммен аяқталуы мүмкін.